Саламатсыз ба, Хадия? Саламатсыз ба? Мен Азамат қызы Хадиямын. Мен Қуаныш Маржан Қарсақбай қызымын. Хадия, жұмбақ жасырсам шешімін табасың ба? Иә. Сары түсті дәнім бар, пайдалы ас бәріне, талқан жент жасайды. Қазақтың бұл нәріне? Тары. Өте тамаша. Олай болса біз бүгін тарыны зерттейміз. Тарының түсі қандай? Сары. Ал пішіні қандай екен? Дөңгелек. Керемет. Тары адамдарға ежелден келе жатқан қазақтың пайдалы тағамы екен. Адамдарға күш, қуат береді екен. Денсаулыққа пайдалы. Енді тары туралы сақлап білесің бе? Иә. Айтып бересің бе? Иә. Түсті тары бар, дастарханда дәмі бар, жент ботқа болып жасалып, пайдалы ас балалы. Хадия, онда мен саған тарының өсу жолын айтып берейін. Көктемде егіншілер жерге тарының тұқымын себеді екен. Тары күн мен сумен піседі. Ол жазда мынандай түске енеді, міне жасыл түске енеді екен. Сонда тары бірінші піскенде қандай болады? Егеге өскенде? Жасыл. Иә, жазда тары пісіп, мынандай сары түске айналады екен. Егіншілер оны жинап, тазалап, қуырады екен. Қуырған тардан не жасалады деп ойлайсың? Қуырған тардан жент, ботқа, талқан, сәтті дәмді тағамдар жасалады. Өте тамаша. Осы қуырылған тарыны біз одан кейін қайда келеміз? Дастарханымызға. Дастарханымызға әкелеміз. Жарайды. Олай болса біз дастарханымызда бірінші аналарымызға шай дайындап берейік, иә? Иә. Хадия, шайға тарыны салып қойшы. Дәмі қандай болады екеніне. Ал енді ішіп қара. Шайдың дәмі қандай болды? Тәтті. Дәмді екен, иә? Жарайсың. Олай болса, біз келесі осы тарыдан жасалатын жентті жасап көрейік. Ол үшін бізге не көмек жасаймыз? Талқанды саламыз. Талқанды саламыз. Майды құяйын. Майды құямыз. Сонан кейін қант саламыз. Ал енді бұлғай қой. Ал енді қолмен аламыз. Қолмен алып, мынандай қалыпқа, мынандай әдемі қалыпқа саламыз. Сонда біздің жентіміз әдемі болып шығады. Қалыпқа салайық. Қалыпқа дөңгелектейміз. Артынан алып жаймыз. Саламыз. Қытайдан сала ғой. Сонда біздің жентіміз әдемі, гүл, тәріздес әдемі жентіміз шығады екен, иә? Сонда біздің жентіміз дәмді болады ма? Қандай болады екен? Дәмді болады. Иә, тәтті, дәмді, адамға пайдалы. Енді қарайық. Қазір қытай тұрсын. Енді мына жерде осы жентіміз әртүрлі ою, мына оюдан жасалған түсі, оюдан беті шоколадпен көмкерілген. Әдемі біздің женттеріміз шықты. Сонымен қатар бізде тәтті бәліш жасауға болады, иә? Тәтті бәліштің ортасына не қосылған? Тәтті бәліштің ортасына Тары қосылған. Сонда біздің тәтті бәлішіміз шайға өте қандай болады екен? Дәмді? Дәмді болады. Иә, тәтті болады екен, иә? Тәтті болады екен. Енді осы тарыдан көптеген нәрсе жасалады дедік қой, иә? Тарыдан жаңа талқан жасалады дедік. Талқаннан біз жент жасадық, иә? Өте пайдалы, адамдарға күш, қуат беретін дәмді тағам екен. Осы тарыны күні бойы сүтке тоқтырып, адамдар жесе толық жүреді екен. Өте біздің тары зерттегеніміз сізге ұнады ма? Иә. Тарыны енді күнде жеп жүресің, иә?